О, болды, рахмет мөр. Олжас, келесі айлығы да кешіктірмей берем ойнауға. Болды, жарайды мөр, кешіктірмей берем десең, онда жақсы ғой, бұл жақсы деген әңгіме ғой. Так, все, болды. Мерден 32 изумрудымызды алып алдық, айлығымызды. Так, ал енді бұны үйге барып сандығымызға салып қояйық та, әдемі қылып осайынан. Хоп, так, осайынан все, болды, міне зың қылып салып қойдық. Ал енді киркамен басымызға железный шлемді алып алайық та, и патыгамызды да алып алып, сосын не істейміз, шахтаға барып өзімізге бір рудалар жинап келейік. Көмір, железо деген сияқты айтсам, үйде деген вообще бітіп қалды. Мына уже егінді де жинау керек екен, егінді де жинап тастау керек. Так, осыны мына жақта көмір көп секілді ғой. Ой, бұл мына жақта кәдімгі көп қона көмірлер. Мына барлығын алып алу керек қой бізге. Так, осыны мына жақта да әлі бар ғой, бітпейтін сияқты оны жалғаса беретін болса. Ой, жақсы өзі. Ой, болды, бітті. Так, айтпақшы, мен мына жерден өзіме факел алып алайын. Так, все. Так, мінекі мына жақта железо бар екен. Так, мына жақта, так, қанша железо шығады екен? Так, екеу, үшеу шығатын сияқты бар болғаны. Өйткені железолар аз кездеседі. Сол баяғы үшеу кездесті. Так, енді мына жаққа бара берейік, ар жаққа емес. Так, мына жақта, мінекі тағы да железо бар екен. Керемет, енді қанша шығады бір жерден? Мына жақта железолар көп сияқты, тағы да үшеу шығады секілді. Так, жоқ, төртеу шықты, мінекін үстінде біреу бар. Бесеу шықты. Так, наерге бір факел қойып. Все, болды. Так, бесеу шықты, әдемі. Ал енді мына жақтарға қарай шығып көрейік. Мінекі мына жақта деген көмір көп екен. Осы көмірлерді алып алайық та. Мына жақта кәдімгі көмір көп сияқты ғой. Біз көмірге байытын болдық қой, дейді. Қазір мына жерден бір 30 шақты көмір шығатын сияқты. Общий қосқанда 30 болады деген сияқты ғой. Так, все, әлі болған жоқ, тағы да бар мына жерде, мәссіған. Так, болған сияқты, болды. Так, все, 30 көмір шықты, айтқанымдай ровно. Мына жақта железо бар екен, так, мен железоларды қазып алайық. Үшеу шықты, 4, 5 шықты. Әдемі, оны жақта. Мына шақта рудаға бай сияқты мелей жаңадан спавн етті ма, сондай болған секілді ғой. Так, ал енді үйге барып осылардың барлығын шығарайық. Мына жақтан ауылдың мына бетінен шыққан соң, арғы бетінен а бетке шыққан соң. Так, мына жақта алмазный жетелдер үйінде екен, жарайды. Так, ал енді мына жақта руданы пісіріп тастайық, желездің руданы. Так, ал енді мына қолымыздағы заттардың барлығын салып қойылайық. Факел, меч, кирка және де броняларды да салып қойайық. Алмазный броня мен алмазный ботинка мен железный шлемім бар менің. Және де нақтан ботинкамызды алып, огородымызды тазалап тастайық. Бір шама өсіп кетіпті кәдімгідей. Так, осайна барлығын тез жинап тастайық. Осы үшін айлық алып жатырмын мен деген. Енді басқа жұмыс жоқ қой біздің ауылда. Барлығы осындай жұмыс істейді. Сменге бар еще. Бүгін менің сменім, ертең мына көршімнің смені болу керек по идее. Так, барлығын тез егіп жинап тастайық. Ал енді егіп ғана қалды. Так, мына жаққа біз ең бірінші сәбіз егіп тастайық. Так, осайна хоп, мінекі тез осайнан егіп тастайық. Сосын басқа да басқа да огородтарды жинау керек маған. Өйткені бүгін мен сменім болғаннан кейін барлық огородтар менің мойнымда тазалау. Так, осайнан, так, наяқтан магма? Мына жақта магма табылған ғой деп, так, қуатырынан барлығын егіп тастайық. Магмасы несе судың астында, огородың астында судың астын қой отырш. Огородың астында магма тұр ғой, Так, чоза магма ол, менің астында енді үй соқпаған шығар, еншілей қатты, так, қазір көреміз. Так, наяққа кіріп көрейік. Так, кірмейм ба, так, ешкімге айтпай қою керек, бірақ бұны, так, мына жерге
жинап терген барлығын салып қояйық. Мына жерге так мотивация салып қояйық. Сосын мечта алайық. Алмазный киімімізді алайық. Так мына жақтан ой алынбай жатыр. Қазір барлығын алып алайық. Бронямыздың мына жақтан топорды да алып алайық. Топор на всякий случай керек болып қалуы мүмкін. Сондықтан да алып аламыз. Так мынаны қайтадан орнына қояйық. Сындырып алдым байқаусызда. Так ал енді астына кіріп көрейік енді. Так ема так ох, ё-моё, ана магма ыстық қой судың астында тұрса да ё-моё, мына жақта магма емес, магмалар оны жақ, ё-моё. Так, железный руда бар екен, так, керек емес бұл бізге. Ё-моё, магмалар, оның бәрі магма. Айбой, ё-моё. Так, ё-моё, так, ё-моё. Еба, анау немене берен, аяқта свет бар екен, так. Метшімізді қолымызға ұстап алайық. Так, астыға жайменсек. Ема, Бугатти. Ё-моё. Так, сен кімсің? Ема, магма жетелсің мен немене бәле? Ема, сен нен ау? Ё-моё. Так, кімсің сен өзі? Ё-моё. Мені өлтірмеші, мен магма жетелмін. Мен мына жақта бұрынғы неден келе жатырмын. Арғауылдан бай баласы деген атпен қуғын алып келе жатырмын. Маған істемеші, өтем. Менің барар жерім болмады. Бар тығылатын жерім тек қана осы ғана болды. Мен қазір 1-2 күн тұрам осы жерде болды. Одан кейін кетіп қалам. Адам Бугаттиім деді. Қия алмайдым. Бай баласы? Ё-моё, мына Бугаттиді ема кәдімгідей шын өмірде шынымды айтайын, алғаш рет көріп тұрмын. Ё-моё, ё-моё, мынаның салоны деген боран болып жатыр ғой, сиқыр ма деген сияқты болып тұр ғой. Боран болып жатыр ғой. Так, ё-моё, мынау деген зор ба. Так, жетел, сен сонда бай баласы деген атпен қуғындалып келе жатырмын дейсің ба Арғауылдан? Мен бай баласы деген атпен қуғын алып келе жатырмын. Өйткені біздің ауылда байлар адамдарды құлдыққа салып қинайды деген шағым тастаған бүкіл малдар ауылда тұрғындары. Сондықтан да байлардың көзі құртқышы келеді. Ё-моё, сонда көздеріне құртқысы келе ма? Ё-моё, ол не деген жаман болған екен ғой. Так, бірақ та ё-моё, болмайды ғой. Жарайды, жетел, сен осы жақта тұра бер енді, 1-2-3 күндей тұратын шығарсың енді сен бір тығылып. Бірақ маған ақшасын бересің де, ойнайтам. Мен үстіге шыға берейін, сен өзің бола бер осы жерде ойнайтам. Ешқандай ақша керек емес. Құдайға шүкір, өз табысым өзіме жетеді. Ох, ё-моё, бүгін деген магма жетелді көрген соң, өмірінде бірінші рет көріп тұр магма жетелді. Так, нан бет қоқ қой салайық. Так, нан бет әдемі қоқ қойық та. Так, все болды. Так, енді бүгін не істесем болады? Ема, или ұйықтаймын ба? Ема, сәл-пәл ұйықтап тұра бар еді да. Жабан қот ұйқым келіп жатыр. Бірақ та мына жақтағы қалған ақпаратты барлығын жинап тастау керек енді. Ё-моё, жинағым деп тұрмын. Ұйқы деген қысып жатыр ғой кәдімгідей. Бірақ тез жинап тастайын барлығын. Сондықтан деп қазір барлығын тез жинап тастап ұйықтап алайын. Осыны неге емес